Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте тәмді әрі тойымды болып шығатын бір қамырдан екі түрлі пирожки дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт және жылы су құямыз. Үстінен 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожж және 3 ас қасық ұн салып, апара дайындаймыз. Яғни дрожжымыз көтерілгенше жылы жерге көп қоямыз. Аштығымыз 10-15 минуттай тұрды. Мінекей осылай көтеріліп, екі есе болып ісінді. Енді осының үстінен ерітілген сары майымызды және сұйық майды қойып, 1 ас қасық тұз салып, және жұмыртқаның екіге бөліп, осылай сарысы мен ағын ажыратамыз. Ағын қосып, сарысын алып қаламыз. Кейін бетіне жағатын боламыз сарысын. Осыны жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осыны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ашығын күтеміз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде 5-6 картоп, 3 пияз. Картоптарды 2-3-ке бөліп, үстінен су құйып қайнатып аламыз. Ал енді пияздарды 2-ге бөліп, және жұқалап тураймыз. Пиязды турап алдық. Енді табағымызға азап май құйып, қызғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Ал картоп қайнаған соң 1,5 ас қасық тұз салып, ары қарай қайнатамыз. Қуырылып жатқан пиязымызға да дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, қызарғанша жақсылап бетін жауып, арасында араластырып тұрып қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз сарғайып, әдемі болып қуырылып болды. Картошкамызды тексеріп көреміз. Шанышқамен түрткенде қараңыз, езіліп әдемі болып пісіп тұр. Енді картоптың суын төгіп, пиязды картоптың үстіне салып, езгішпен жақсылап езіп аламыз. Яғни пюре дайындаймыз. Бұл біздің пирожкиміздің ішіне салатын салмамыз. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз ашып, 2 есе көтеріліп, дайын болып тұр екен. Енді осы қамырымызды жақсылап алып, ұн себелеп отырып, тура 2-ге бөліп алдым. Бір бөлігін біз қазір духовкаға пісіреміз, екінші бөлігін майға қуырамыз. Әр бөлікті осылай сопақша етіп, 9-10 бөлікке бөлдім.
Видеодан барлығын анық толық көрсеттім деп ойлаймын. Енді осы әрбір қамырды алып, жұқалап етіп жайып, арасына салмасын саламыз. Арасына салмасын көбірек етіп салып, кішкене жайын қарап, қолмен екі жағынан қамырды түйіп, осылай жасаймыз. Егер салмасы аз болып қалатын болса, онда пирожкиміз көтерілмей, кішілеу болып қалады. Салмасы көп болса, әдемі томпақ болып шығады. Қалған қамырлардың барлығын осылай арасына салмасын салып, түйіп шығамыз. Енді осы бірінші пирожкилерімізді бетіне жұмыртқаның сарысын және кішкене сүт қосып отырып, бетіне сарысын жағып шығамыз. Духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Ал қалған қамырларымызды тура жаңағыдай етіп, жұқалап жайып, арасына салмасын салып, майға қуырамыз. Табамызға жеткілікті мөлшерде май құйып, қатты қызғаннан кейін пирожкилерімізді шетінен салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Асын қатты қоймаймыз, өйткені пирожкиміз беті ғана қызарып, арасы піспей қалады. Сондықтан жай отта қойып пісіріп аламыз. Құрметті оқырман, егер сіз менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіз, өйткені алда әлі көп деген рецепттер шығады. Мінекей біздің духовкаға салған пирожкиміз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді қазір арасын көретін боламыз. Өте жұмсақ, арасындағы салмасы мол болып, керемет болып шықты. Майға қуырған пирожкилеріміз де осындай әдемі болып, жұмсақ болып шықты. Яғни сіздер бір қамырдан екі түрлі пирожкиді жасайсыздар. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеома лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әлі көп деген пайдалы рецепттер шығатын болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір.